Оқулық материал. Иттердің шабуылынан қорғану шаралар. Әзірлеген Тілемисов Сабыржан Мейманқұлұлы. Өзінің тікелей бастығынан өндірістік тапсырманы алып және абоненттің ауласына, үйіне кіру алдында учаскеге келе отырып, қызметкер өзін таныстыруға және осы ұйымның қызметкері екенін растайтын куәлігін көрсетуге міндетті. Қақпаға жақындаған кезде ит ауладан шыға алмайтындығына көз жеткізіңіз. Егер мұндай қауіп болса, қақпаға жақындамаңыз. Егер абонент нөмірі болса, үй иесіне қоңырау шалу үшін ұялы байланысты және қақпадағы байланыс құралдарын домофонды қоңырауды пайдаланыңыз немесе қақпаның есігін қағып, содан кейін қақпадан қауіпсіз қашықтыққа 5-7 метр шегініңіз. Аулаға немесе пәтерге кірер алдында иелерден ит бар жоқтығын біліп, егер ит бар болса, ит сенімді түрде байланғаннан кейін немесе үй ашығына, будкасына жабылғаннан кейін ғана ауласына немесе пәтеріне кіріңіз. Егер абоненттердің немесе иттердің агрессивті мінез құлқы жұмыскердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндірсе, абоненттің ауласына немесе пәтеріне кіруге болмайды. Объектінің меншік иесінен, үй иесінен, оған үйшілік газ құбырын, газ жабдығын және тұрмыстық газ есептеуішті тексеруге қол жеткізуді қамтамасыз етуді сұраңыз. Аумақта орналасқан итті иесі ұясына, питомникте немесе вольерде жауып тастау керек, ал қызметкер иттің жақсы жабылғанына немесе мықтап бекітілгеніне көз жеткізіп, содан кейін иесінің қатысуымен газ есептеуішінің көрсеткіштерін алуға, газды есепке алу аспаптарын тексеруді, түгендеуді және тағы басқа да жұмыстарын жүргізуге тиіс. Тұтынушының ауласына кіру және үйшілік газ құбырын, жабдықты, газ тұтынуды есепке алу аспабын сыртқы тексеруді осы мекен-жайда тұратын тек кәмелетке толғандардың қатысуымен жүргізу керек, ал коммуналдық тұрмыстық тұтынушыларда иесінің, әкімшінің, жалға алушының және тағы басқаның рұқсатымен немесе газ шаруашылығына жауапты тұлғаның қатысуымен тексеріңіз. Үй иелерінің рұқсатынсыз қақпалар мен есіктерді өз бетінше ашуға, қақпалардағы, есіктердегі, қоршаулардағы саңылауларға қол қоюға, сондай-ақ қолды дуалға, қақпалар мен есіктерге қоюға тыйым салынады. Елді мекенде жүріп тұру кезінде, қоршауларға және аулаға жақындаған кезде үй және үйсіз жануарлардың, иттердің, мысықтардың және тағы басқаларының тарапынан қауіп жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Барлық жағдайларда қызметкер өзін абоненттерге қатысты ұстамдылықпен ұстауға тиіс. Абоненттермен сыпайы сөйлесу және оларға газ аспаптарын қауіпсіз пайдалану жөнінде нұсқама беруге тиіс. Иттердің шабуылын болдырмау үшін қарапайым ережелерді сақтау керек. Дұшпандық иттің алдында қорқынышпен толқуды көрсетпеңіз. Орын, жат, тұр, фу деген басқару командаларын қатты дауыспен беріңіз. Жануардағы жыртқыштың аңшылық инстинктін және артқы жағынан шабуылды тудырмас және оған оңай олжа болмас үшін жүгіруді бастамаңыз. Кенеттен қимыл жасамаңыз және байланған итке жақындамаңыз. Ұйқы немесе тамақтану кезінде итті ұстамаңыз және иттерді тамақтандырмаңыз. Жануарларды агрессивті деп қабылдауға болатын қозғалыстар жасай отырып, ит иесімен ойнамаңыз. Егер сізге ит шабуыл жасаған болса, уақытты жоғалтпай, уақытты ұтып қауіпті жерден кету үшін қолыңыздағы кез келген нәрсені оған лақтырып, өзіңізді құлатқызбай мойныңыз бен тамағыңызды, бетіңізді қорғауға тырысыңыз. Иттер әдетте алдыңғы жағынан қорғанушының соққыларынан бас тартып шабуылдайды. Қорғанушыны бүйірден артқы жағынан айналып өтуге тырысады. Содан кейін олар қолдан, аяқтан тістейді. Артқы жағынан қуып жетіп шабуыл жасаған үлкен иттер денеден тістерімен ұстап, адамды өз салмағымен жерге құлатады. Орташа ит табандармен секіріп, адамды құлатуға тырысады. Ешбір жағдайда иттен қорықпау керек. Одан қашпаңыз, оған арқаңызды қаратпаңыз. Үйретілмеген иттер, егер олар иесін көз алдынан жоғалтса, немесе қорғалатын аумақтардан алыстаса, өздерін қауіпсіз сезінеді. Ит соқтығысудың басында болған жағдайға қарағанда басқа жағдайда болатындай етіп шегінудің мағынасы бар. Осындай жағдайда ит өз сенімін жоғалтып, агрессивтігі азайып өзі-өзімен қашып кетуі мүмкін. Иттің шабуылын өзіңіз арандатпаңыз, оған және оның иесіне айқайламаңыз, қолыңызды сілкіп, күтпеген жерден иесіне арттан жақындап, кенеттен сөйлеспеңіз. Бөтен итке қолыңызды созып, оны сипалап, оған команда беруге болмайды. Жүгіруге тырыспаңыз, итке бет бұрып тұрыңыз, тұрақты ұстанымға ие болыңыз, көмекке шақырыңыз. Егер ит иесі бар болса, одан итін қайтарып алуды талап етіңіз. Қол астыңыздағы қорғаныс құралдарын сөмке, ашық қолшатыр, таяқ, тас дайындап, оларды алдыңызда мықтап ұстаңыз.
Итті назардан тыс қалдырмай, егер жақын жерде жасырынатын баспана болса, оған баяу артқа қарай шегініңіз. Иттің шабуылын аяғымен, қолымен немесе бүйірімен қарсы алуға тырысыңыз. Құлап кетпес үшін қолыңызды бетіңізді жауып, арқаңызды қабырғаға, дуалға сүйеніп, импровизацияланған қол астыңыздағы заттармен итті ұрыңыз. Үйшілік газ құбырын, жабдықтарын, газды есептегіш аспабын қарау, түгендеу кезінде тұтынушылар тарапынан жұмыскердің ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлайтын іс-әрекеттерге жол берілген жағдайда тікелей жұмыс басшыңызға хабарлап және бұзақылық әрекеттер туралы өтінішпен аудандық полиция бөлімшесіне жүгініңіз. Адамдар немесе үй және үйсіз жануарлар тарапынан қызметкердің өміріне немесе денсаулығына қауіп төнген жағдайда осы жерде жұмысты, айналып өтуді тоқтатып, қауіпті жерден кетіңіз. Жұмыс уақытында жарақат алған жағдайда болған жағдай туралы дереу басшыға хабарлап, медициналық мекемеге медициналық көмек алуға жүгініңіз. Жануарлар, иттер, тістеген кезде тістеген жерді сабынды сумен жуып, жараның немесе сызаттың айналасын ұйыт тұнбасымен өңдеп, стерилді бинт таңу қажет. Қан кету кезінде жараға бинт таңу материалы мен мақта қолданылып тығыз таңылады. Егер қан кету тоқтамаса, онда қолданылған материалды алып тастамай, үстіне таңғышты мықтап байлаңыз. Ауыр қан кету кезінде жараланған қол аяққа жаралған жерден жоғары жгут салу керек. Жгут болмаған кезде қол астындағы құралдарды белдікті немесе белбеуді, галстукты және осындай тағы басқаларын қолдансаңыз болады. Зардап шегуші өзін жақсы сезінсе де, 103 телефоны бойынша жедел медициналық көмек шақыру және зардап шегушіні медициналық мекемеге дереу тасымалдауды қамтамасыз ету, дәрігерге жүгіну және білікті медициналық көмек алу қажет. Болған жағдай туралы басшылыққа хабарлаңыз. Егер иттің иесі белгілі болса, иттің құтыру ауруына қарсы вакцинацияланғанын білу үшін иттің иесіне хабарласыңыз. Болған жағдай туралы полиция мен санитарлық қызметке хабарласып, мүмкіндігінше ит иесінің нақты мекен жайын көрсетіңіз.